16 жасымда өз алғашқы 1 миллион теңгені ұстағанмын сатылым арқылы. Сатылым яғни товар сату болған, товар смарт сағат болған. 2016 жылдары хит болған сатылымдар арасында. Яғни ол кезде Apple Watch, смарт сағаттар дұрыс дамыған кезеңдер бір еді. Мен примерно 16 жасыма келгенде мен бизнес бастау курсына барғанмын. Жас кәсіпкерлер арасында мен болдым. Мотивация, қуаттандыру кезеңдердің бірі болған. 16 жасымда рынок аралап, ізденістің арқасында солай белгілі бір товар тауып, сол товар сұранысқа ие екенін біліп, интернетке қою арқасында сатылым өте көп болып, солай 16 жасымда алғашқы миллион тапқанмын. Мен үшін кәсібім менің өмірім десе де болады. Мен үшін кәсіп сол әрбір тапқан табысы, мысалы, алғашқы пәтер, алғашқы көлігім осы кәсіптің арқасында. Ер адам өзінің қажеттілігіне байланысты жеткілікті табу керек. Енді қаншалықты көп табады, соншалықты жақсы. 16 жастан бастап мен ізденуім арқасында, еңбекқорым арқасында осылайша қазіргі таңда миллиондарын тауып жатырмын. Өзіме жасаған қымбат сыйлық бұл Дубайдағы Нусрет рестораны. Кешкі ас, қателеспесем, чек шамамен 2 миллионға жуық шықты. Табысты болудың сыры мен үшін 5 заңдылықтан тұрады. 5Ж деген бірінші жаратушы, екінші жанұя, үшінші жеке кәсіп, төртінші жүгіру спорты, яғни жүгіру, келесі, соңғысы жеке уақыт. Ақша менің өмірімдегі маңызы ерекше, өйткені ақша ол менің армандарының жүзеге асыратын жеке бір құрал десе де болады. Ақшамның 100%-ын мен екіге бөліп қойғам, 80%-ын акцияға бөлем, яғни акцияның белгілі бір жоғары өсетін компания, яғни кола, сондай компанияларға саласын, екінші 20%-ын жеке депозитте сақтаймын. Өмірдің құндылығы денсаулықта, екінші отбасыда, үшінші өзінде. Қызым бойында ерекше қасиеттерді бағалаймын. Ол бірінші көркеммінезділік, екінші даралық, үшінші білімді болу, төртінші өмірге деген көзқарасы ерекше. Былай айтқанда менің салам шығармашылық болғаннан кейін, оның да көзқарасы сонда ерекше, креативный болу керек. Кітап оқумен. Өйткені қазіргі таңда көп адамдар өздерінің қателіктерін кітапқа жазып кеткен, сол қателіктерді екінші қайталамас үшін солайша бос уақыттарын өткіземін.